әрбір әрекет ауыр және жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Алайда, кейбір жағдайларда жауапсыз әрекеттер бұл тыныштықты бұзып, ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Терроризм туралы жалған хабарлар қоғамда дүрбелең туғызып, құқық қорғау органдарының ресурстарын негізсіз жұмсап, моральдық және материалдық зиян келтіреді. Қазақстанда мұндай әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту, соның ішінде ірі көлемдегі айыппұл салу және 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Бір ойланбаған әзіл өмірді бұзып, нақты түрме жазасына әкелуі мүмкін. Құқықтық салдардан бөлек, бұл жақындардың сенімін жоғалтуға, жұмысқа орналасу проблемаларына және өмірлік даққа әкелуі мүмкін. Мұндай әрекетті жасамас бұрын, оның сізге және айналаңыздағы адамдарға қандай салдары болуы мүмкін екендігі туралы ойланыңыз. Жауапкершілік пен саналы түрде әрекет ету арқылы қоғамымызда бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтаңыз.